армысыздар, мен есімі Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Көптеген қауым менен сұрап жатыр, жалпы осы зейнетақы қорынан алатын ақшамызды қайда жұмсай аламыз деп. Біреулер айтады, жаңағы ремонтқа жұмсауға бола ма, жоқ әлде шетелде демалып келуге бола ма, жоқ әлде жаңағы ол ақшаны емделуге жұмсауға бола ма деп. Соның жауабын қазір сіздерге тізбектеп тұрып айтып беремін. Сонымен білгенге маржан. Ипотекалық қарыз бойынша берешекті өтеу үшін қолдануға болады. Оны ішінара өтей аласыз, немесе толық өтей аласыз. Сондай-ақ ипотекасыз тұрғын үйді сатып алуға жаңағы қосымша қаражат ретінде қолдануға болады. Сондай-ақ отбасы банкіндегі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша ипотекалық тұрғын үй займын алуға болады. Және де ипотека алу үшін бастапқы жарна ретінде қолдануға болады. Бұл дегеніміз, бұған дейінгі шыққан шығарылымдарда айтып өткен бағдарламаларға қатысуға жаңағы бастапқы жарна ретінде қолдана аласыз. Сондай-ақ көпшілік қауым менен сұрап жатыр, айтпақшы, зейнетақы жинағымды басқа туысыма бере алам ба деп, қызыма немесе ұлыма. Иә, ақшаңызды туысыңызға аудара аласыз. Сондай-ақ сатып алу құқығымен жалға алу шарты бойынша берешекті өтеуге болады. Және де жер және де үйді алуға болады. Тек қана пәтер емес, бұл жерде жерді де, үйді де сатып алуға болады. Сондай-ақ міндетті түрде әрине емделуге жұмсауға болады, және ипотекалық қарызды қайта қаржыландыруға болады. Ең маңыздысы бұл жерде, бұл зейнетақы қорынан түсетін қаражат барынша қорғалған. Демек, егерде сіздің екінші деңгейлі банктер алдында қарызыңыз болса, олар осы зейнетақы қорынан түсетін ақшаны жаңағы қарызды жабу үшін шешіп ала алмайды. Және де соттың үкімімен де тіпті жаңағы салықтың алдында салық берешегіңіз болатын болса, ол жерде де салық берешегін жабу үшін бұл қаражатты ешкім қолдана алмайды. Сондай-ақ мүлікті тәркілеу туралы сот үкімдерінен де бұл ақшаңыз қорғалған. Демек, бұл ақшаға сізден басқа ешқандай орган қол сұға алмайды. Сондай-ақ айта кететінім, бұл жерде сіз тағы да еске салып өтейін, тек қол жетімді соманы ғана пайдалана аласыз, одан артығын пайдалана алмайсыз. Ал қол жетімді соманы білу үшін egov.kz сайтына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтына кіріп біле аласыз. Жақын арада портал іске қосылады, отбасы банкінің. Сол портал арқылы сіз өтінім бере аласыз. Өтінім бергеннен кейін зейнетақы қорындағы ақшаңыз сол өзіңіздің шотыңызға аударылады, арнайы шотыңызға аударылады. Ол шоттағы ақшаны одан кейін жаңағы емделуге немесе тұрғын үйіңізді жақсарту мақсатында қолдана аласыз. Сондай-ақ айта кету керек, бұл жерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының офистеріне немесе банктың офистеріне барудың ешқандай қажеті жоқ. Бұның бәрі онлайн түрде іске асырылады. Егерде тағы да сұрақтарыңыз болса, отбасы банкінің 300 нөміріне хабарласа аласыздар. Қызық болды деген ойдамын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Келесі шығарылымдарда соған жауап береміз. Сау болыңыздар, келесі жүздескенше.